Сәлем достар, біз бүгін обхват рукава шығаратын боламыз. Бізде обхват руки бізде 32 сантиметр, оған қосамыз 5 сантиметр, 37 сантиметр шығады. Бізде мына қосылған 5 сантиметр, 2 сантиметр шовқа кетеді, 3 сантиметр на свободу облегание кетеді. На свободу кетеді. Енді біз осылай жаңағы 37 сантиметрімізді сызаламыз. Және мына шетінен жоғарыға қарай 1-2 сантиметр көтереміз. Бұнымен неше түрісін жасауға болады. Енді мына жерде мысалы 35 сантиметр болуы мүмкін, сіздің обхват руки. Сіз сол размерге 5 сантиметрді қосасыз, мысалы 40 сантиметр болса, мына ұзындықты тек 40 сантиметрге не істеп қоясыз. 40 сантиметрге сыза қоясыз. Енді біз осы қақ ортасы бізде 37 сантиметрге 2-ге бөлгенде 18-де 5 шығады. Содан осылай қойып қойған кезде мен сізге қақ көрсетейін. Мынау менде мындай болып қалып тұр. Қазір мен анықтайыншы. Міне осындай сызғыш болса, міне мына сызғышты мына шетімен, мына астымызда сызылып жатқан сызық бар ғой, соған осындай егенге қоясыздар. Міне осындай егенге. Солай міне 14 сантиметрді сызып, сәл қисаяды. 14 сантиметр. Бұл бізде енді 14 сантиметр, 44-46 размерге сызып жатырмын мен. Сіздер енді үлкен болса, кішкене 15-16 сантиметр берсеңіздер де болады. Өздеріңіздің размеріне қарай келтіріп аласыздар. Осылай осы нүктелерді қосып, үш бұрышты жасаймыз. Енді міне бар ғой, міне мына сызық бізде 23 сантиметр болып шығуы керек. Сол 23 сантиметрді үшке бөлеміз. Сосын мына жоғарғы жағынан где-то 1,5 сантиметр береміз. Астыға қарай где-то 1 сантиметр түсеміз. Сосын осылай міне. Осындай ешқандай қиындығы жоқ. Тек осылай әдемі сурет сызасыздар ғой енді. Сосын мына жақта да осылай үшке бөліп аласыздар да. Жоғарғы жағынан 2,5 сантиметр дейін. 2,5 беруге болады, 2 сантиметр беріп отырмын. Размерім үлкендеу болса, кішкене 2,5 берсеңіз де болады. Мына жерден бір 0,5 сантиметр түсеміз. Дәл сол сияқты осылай. Осылай қосасыз ғой міне. Міне дайын болды, еш қиындығы жоқ. Міне. Сосын ары қарай міне өзіңіздің мына жерден былай қалағаныңызша, ұзындықта қалағаныңызша неше түрлі болып, дальше осылай ұзындығын келтіруге болады. Енді сіздер қазір міне түсінікті болды ғой. Енді жаңағы біз мысалы көйлек тігеміз ғой, сол кезде мынау мысалы иығыңыз, мынау сіздің мысалы иығыңыз бұлай болса, міне сіз міне алдында артында мына аралықты бүйтіп, мысалы мынандай лекалы болса, міне осындайды міне осылай сызық бүйтіп қоясыз өзіңіз дайын дүниеңізді. Сосын бүйтіп өлшеп аласыз, мысалы 20 сантиметр. Артында дәл солай осы аралықты бүйтіп өлшеп аласыз, соған қосасыз. Содан соң міне мына аралықты бүйтіп өлшеп аласыз. Келе ма, келмей ма, бірінші тексеріп аласыздар, өстіп өлшеп аласыз, мысалы. Өстіп. Осылай өлшемен шығарып аласыз. Мынаның алды мен артын өлшейсіз, артын өлшейсіз. Сол кездегі акатты есебін, ұзындығын қосып бірге шығарып аласыз. Сосын мынаумен тура түс келу керек. Егер сіз мысалы сборка жасағыңыз келсе, мынаны чуть выше жасайсыз, сборка жасағыңыз келсе, мынаны чуть бүйтіп үлкейтіп жіберуге болады. Егер ешқандай сборка салмаймын десеңіз, мысалы мына жерде мысалы 40 алды мен артын қосқанда 40 сантиметр шықса, мынаны былай өлшеген кезде где-то бір 43-42 сантиметр, бір 2-3 сантиметрге мынау артықтау болу керек мынаған қарағанда. Сол кезде бізде ровно шығады. Сол 2-3 сантиметрге жиегіне жіпті жүргізіп, болар болмаса сборка жасап, мынаған отырғызамыз акатқа, осы акатты жеңімізді мынаған сөйтіп жинаңқырап отырғызамыз. Қыздар, сол кезде мынау міне алды болады, мына жағы, мына жағы бізде арты болады. Алдына міндетті түрде мына жерден отсечка беріп қоямыз, шатасып кетпес үшін міндетті түрде отсечка беріп белгілеп қою керек. Міне осындай болды. Ұзындығын енді өздеріңіздің қалауыңызша қойып неше түрлі длинада жасауға болады.